Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз автоцонда келетін тесттердің талдауын жасаймыз тағы да. Мына біздің тесттерді талдау жасаған кезде мұқият түсініп алуға тырысыңыз. Себебі жолға шыққан кезде мен сіздерге естеріңізге сала кетейін, көлікті басқаратын тек бір адам, ол сіз. Сол себепті ережені біліп, жол белгілеріне мұқият қарап, оларды түсініп, олардың талабын орындап жүру сізде жүргізуші ретінде міндетіңіз. Сол себепті құрметті оқырмандар, ең бірінші мына біздің видеодағы сұрақты қараңыз, сосын бірінші өзіңіз жауап беріп көріңіз. Содан соң видеоның соңында жауапты салыстырыңыз. Өзіңізді солайша тексересіз. Және түсініп алуды ұмытпаңыз. Видеоларды бір қарап қана қоймай, қайталап қарасаңыз, сізге өте түсініктірек болады және есіңізде ұзаққа сақталады. Видеомен бөлісіңіз, таныстарыңызға жіберіңіз, достарыңызбен талқылаңыз. Құрметті оқырман, мына жерде бізде сұрап тұр. Мына көлік қандай бағыттарда жүрісін жалғастыра алады? Бұл көлік қарасаңыз, мына қиылыста бір ғана жол белгісі орнатылған. Енді бұл жол белгісі қандай жол белгісіне жатады? Әрине, бұл нұсқаулық белгі. Яғни нұсқаулық белгі сізге міндеттейді. Мына бағыт қайда қарап тұр? Тіке қарап тұр. Демек, сізге тіке жүруге рұқсат. Оңға бұрылуға тыйым салынады, солға бұрылуға тыйым салынады. Және де кері айналуға да тыйым салынады. Құрметті оқырмандар, мына жағдайда жасыл автокөлігіміз тек тіке жүре алады екен. Түсіндіңіз ба? Осылайша осы белгіні дұрыстап түсініп алыңыздар. Егер мына жерде бөлу жолағы болатын болса, ол кезде ситуация басқаша болады. Ал дәл осы жағдайда қиылыста сіз тек тіке жүріп өте аласыз. Яғни оңға да, солға да, кері бағытта да жүруге болмайды. Яғни дұрыс жауап тек тіке. Құрметті оқырмандар, егер сіз дұрыс жауап берген болсаңыз, құттықтаймын. Келесі видеоларды қарап, жол ережесін нақты біліп түсініп жүріңіз.